Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен ас үйдегі Жайна. Бүгін біз сіздермен осындай үлпілдек, биік, жұмсақ болып шығатын дәмді бауырсақтар жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 1 кружка сүт, тағы дәл осы ыдыспен толтырып су құятын боламыз. Мұнда менің су құйған сәтім түспей қалыпты. Мен мұнда уже құйып алдым. Және осылай кішкентай қасықпен 3 қасық май салып алдым. Бұл шамамен 80 грамм. Бұл жерде менде сүт салқын, ыстық су болды. Үстінен майды салғанда осылай еріп кетті. Және майым бөлме температурасында еріп тұрды. Үстінен осылай бір жұмыртқаны шағып араластырамыз. Менің парақшама тіркеліп кетіңіздер, мен сіздермен түрлі дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мұнда мен жарты ас қасық тұз, 2,5 ас қасық қант қосатын боламын. Және үстіне 1 шай қасық дрожжи. Жақсылап араластырып, енді ұнымызды салатын боламыз. Мұнда ұн тағы жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл жерде ұнға 1 шай қасық разрыхлитель қостым. Және міне осылай қолмен жақсылап илеп алдым. Соңында осылай май құйып, қайтарып алдым. Осылай маймен илеп, бетін жауып, көтерілуге біраз уақытқа қойып қойдым. Және менде осылай міне көтеріліп шықты. Бұны енді 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Міне осылай үстелдің үстін кішкене майлап аламыз. Осының үстінен қамырымызды осылай төгетін боламыз. Мүлдем ыдысқа жабыспайды. Осылай бірден әдемі биік болып түседі. Міне мен мұнда уже 3 бөлікке бөліп алдым. Енді бұның бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа кішкене көтерілуге қойып қоятын боламын. Міне менде осылай көтеріліп шықты. Мен міне біреуін жайып алдым. Осындай қалыңдықта жаясыздар. Тым жұқа болып кетпесін. Мұнда мен мүлдем оқтау қолданған жоқпын. Қолмен ақ өте әдемі болып жайылды. Осылай дөңгелек етіп бөліп алдым. Және бұның да бетін жауып, тағы кішкене уақытқа көтерілуге қойып қоятын боламын. Міне менде уже пісіп шықты. Осындай өте жұмсақ әрі биік бауырсақтар. Қазір ортасын бөліп көрсететін боламын. Міне осылай арасы қуыс болып шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.